Сәлем балақай. Қалың қалай? Менің атым Абылай. Мен сіздерге математика сабағын оңай және қызықты тәсілмен үйрететін боламын. Егер де сен математика сабағынан 1-ші сыныптан 11-ші сыныпқа дейін үздік оқушы болғың келсе, менің видеомды үзбей қара. Ал ендеше кеттік. Балақай, мен саған бүгінгі видеомда 1-ден 10-ға дейін санауды үйрететін боламын. Олай болса, достар, біздің ең алғашқы санымыз 1, яғни 1 зат. Сіздер экранда неше ананас көріп тұрсыздар? Әрине, сіздер 1 ананас көріп тұрсыздар. Яғни 1 дегеніміз 1 зат. Ал енді, достар, сіздер экранда неше алма көріп тұрсыздар? Қанекей, бірге санап көрейік. 1, 2. Яғни экранда біз 2 алма көріп тұрмыз. Ал 2-ден кейінгі сан 3. Экранда біз 3 алмұрт көріп тұрмыз. Ал енді бірге санайық. 1, 2, 3. Міне, 3 деген санымыз былай жазылады, достар. Ал міне, достар, енді біздің экранымызда неше банан тұр? Қане, қайтадан бірге санап көрейік. 1, 2, 3, 4. Міне, біздің экранымызда 4 банан тұр. 4 деген сан былай жазылады, достар. Балалар, сендер апельсинді жақсы көресіңдер ме? Ал енді экранда тұрған апельсиндерді санап көрейік. Қане, 1, 2, 3, 4, 5. Біздің экранымызда 5 апельсин көрсетіп тұр. Енді 5 деген санымыз былай жазылады, достар. Балалар, сендер Робокар Поли мультфильмін көресіңдер ме? Міне, біздің экранымызда Робокар Поли көрсетілген. Олар көп. Біз оның санын тауып көрейікші, бірге санап көрейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Я, достар, бізде Робокар Поли 6 тал екен. Ал 6 саны былай жазылады, достар. Ал балалар, 6-дан кейін қандай сан? Я, балалар, 6-дан кейін 7. Біздің экранымызда 7 өрмекші адам көрсетілген. Ал енді осы өрмекші адамдарды біз санап көрейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Я, біздің экранымызда 7 өрмекші адам көрсетілген. 7 саны экранда көрсетілгендей былай жазылады, достар. Балалар, араларында Маша мен Аю мультфильмін көретіндерің бар ма? Бар болса, Маша мен Аюды бөлек-бөлек санап көрейік. Міне, біздің экранымызда Машалар көрсетілген. Оны бірге санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Я, біздің экранымызда 8 Маша көрсетілген, ал 8 саны былай жазылады екен, достар. Ал енді бірге Аюды санап көрейік. Міне, біздің экранымызда Аюлар көрсетілген. Бірге санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Яғни біздің экранымызда 9 аю көрсетілген екен, достар. Ал 9 саны былай жазылады, достар. Ал енді, достар, біздің видеомызда ең соңғы үйренетін сан ол 10 саны, достар. Біздің экранымызда 10 доп көрсетілген. Ал енді осы доптарды бірге санап көрейікші. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я, достар, жарайсыңдар, дұрыс санадыңдар. Біздің экранымызда 10 доп көрсетілген. Міне, достар, сендер 10-ға дейін санауды үйрендіңдер деген сенімдемін. Ал енді сендер математика пәнінен үздік оқушы болуға арман келсе,
Менің видеомды үзбей көріңдер, каналға жазылып, лайк басыңдар. Ал енді келесі видеомда кездескенше сау болыңдар достар.